Қайырлы күн қымбатты көрермендер, әлеуметтік желі қолданушылары, бүгін біздің студиямыздың кезекті қонағы. Мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Қабылбек Түймехан Мұсаханұлы келіп отыр. Қош келдіңіз, тәке. Қош көрдік. Ал енді мынау бүгін біздің сұхбатымызды бастамас бұрын мінекей Түймехан ағайымыз бүгін біздің мектебімізде енді мына екі ауызекі тілде всеобщий деп айтады, жалпы білім беру ісінің меңгерушісі есебінде. Жалпы мынау мектептегі оқушылардың келуін, кетуін, қабылдауын, жұмыстарын жүргізіп отыратын Түймехан ағайымыз. Енді мынау бірінші сұрақты осы қазіргі таңда жалпы осы оқу жылында біздің контингент бойынша оқушыларымыз қалай болды? Қанша оқушы бізде қазір оқиды? Осы биылғы 2024-25 оқу жылдың біз қыркүйек айында бастадық. Бірінші қыркүйектен бастап 2050 оқушымен бастадық. 2050 оқушының 92 класс комплекті болды. Оның ішінде 68 қазақ сынып комплекті, 24 орыс сынып комплектісін бастадық. Қазіргі таңда осы 92 класс комплекті қазір мектебімізде жүріп жатыр. Жақсы. Енді жалпы қазір барлық мектептерде, жалпы Қазақстан бойынша осы 1 сәуірден бастап мектепке оқушы қабылдауды, мынау әсіресе 1 сыныпқа қабылдау жұмыстары жүргізіліп жатыр, иә? Жалпы осы жұмыстар қалай ұйымдастырылған? Мынау бұрынғы кездегі ата-аналарымызға да кішкене дерек болсын. Бұрынғы кездегі формат пен қазір форматта кішкене айырмашылық бар ма? Оқушыларды жалпы қалай қабылдаймыз мектепке? Қандай құжаттар талап етіледі? Мына биылғы оқу жылында мынау өзінің қалалық білім беру шықты. 1 сәуірден бастап 31 тамызға дейін осы 1 сынып оқушыларымыз қабылдап бітуіміз керек. Негізі осы 1 сәуірден бастап осы 25 мамырға дейін осы 1 сыныпқа барлық оқушыларды қабылдап бітсек, онда бізге дұрыс болады еді. Алдағы уақытта мектебімізді жоспарлауға дұрыс болады. Бұрынғы кезде 1 қыркүйек күні келетін. Бірінші класқа қабылдаңыз деп. Қазір ол заңның бәрі қалды. Себебі алға жоспарлау керек, қанша оқушы келетінін бәрін білуіміз керек. Сондықтан осы 1 сәуірден бастап қазір 2 жылдың көлемі болды. 1 сынып оқушыларын 1 сәуірден біз қабылдап жатырмыз. Енді осы жоспар демекші жалпы осы келе жатқан оқу жылына қанша осы мектеп алды даярлық, қанша 1 сынып оқушыларын қабылдаймын деп жоспарлап отырсыздар? Биыл 2024-25 оқу жылында былтыр оқу жылында біз 5 қазақ сыныбын, 3 орыс сыныбын қабылдаған болатынбыз. Енді биылғы 25-26 оқу жылына қабылдап келетін біз 6 қазақ сыныбын қабылдасақ деп отырмыз, және 2 орыс сыныбын қабылдасақ деп отырмыз. Нәтиже қазірше жаман емес. Жалпы 90 оқушыны қазір 1 сыныпқа қабылдады құжат дайындарын. Оның ішіндегі 16 орыс сыныбына қабылдады, қалғанының барлығы қазақ сыныптарына құжаттарын тапсырып үлгерді. 90 оқушы дегеніміз енді ол 24 баладан бөлсек, біршама сыныптың комплекті қамтылып тұр. Енді жалпы бізде мектеп алды даярлық сыныптарының бар екенін ата-аналар біле ме жақсы? Енді мына қазіргі кезде 5 жасар балаларды балабақшада қабылданбайды. 5 жасар балалар қайда бару керек? 5 жасар балалар осы даярлық сыныптарына бару керек. Даярлық сыныбына келген оқушының 1 класста өте әрмен қарай білім алып кетуіне көмек өте көп. Сондықтан біздің мектебімізде даярлық сыныптар жоспарланып ашылып отыр. 1 қыркүйектен бастап біз осы даярлық сыныбына 5 қазақ сыныбын, 1 орыс сыныбын ашсақ деп жоспарлап отырмыз. Қазірше де даярлық сыныпына құжаттар өткізіп жатыр. Даярлық сыныптардан қазіргі кезде 56 оқушы құжат өткізді. Қазақ сыныбына, орыс сыныбына 5 оқушы құжат тапсырып қойды. Жалпы 61 оқушы даярлық сыныбына құжаттарын тапсырып қойды. Бірақ ол балалар қазір балабақшада оқып жатыр. Бірақ балабақшада қалай бітеді? Құдай қаласа, қыркүйек айынан бастап осы біздің мектебімізге даярлық сыныбына келеді. Жақсы қадамдар болмасын. Жалпы енді өзі айтып тұрғандай, даярлық сыныбы балдарыңыздың осы қалам ұстап, әріп тануға деген 1 сыныпқа қабылданар алдын осы мектеп алды даярлық топтары жұмыс жасайды. Соған оқушыларыңызды, балаларыңызды беріп, мінекей бізде оқушылар қабылданып жұмыс жүргізіледі жыл бойына. Енді мынау не себепті? Мысалы қазір енді көпшілік мектеп көп қазір. Қазір жекеменшік болсын, ол мемлекеттік болсын, жалпы балалардың білім алуына түрлі жағдайлар жасалып жатыр. Мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалып жатыр. Енді ата-аналар не себепті осы номер 83 мектеп таңдау керек? Мысалы, оның бір қандай да бір ерекшелігі бар ма? Иә, дұрыс айтасың. Мынау
мынау конкуренция дейміз ғой енді. иә Конкуренцияның бәсекелестік болған дұрыс бір жағы. Мына біздің мектебіміз қазір мына саяжайда қазір 2 мектеп бар, 83-ші және 125-ші мектеп. Осы 25-ші мектеп біздің мектебімізден еншісін алып шыққандарының біраз жылдың көлемі болып қалды. Онымен қоса былтырғы оқу жылында біздің мектебіміздің айналасында 2 жекеменшік мектептер ашылып отыр. Енді мынау мектепке қабылдауға ата-ананың еркі. Қай мектепке барсаңыз да. Бірақ енді сол ата-ана мектеп таңдауға келген кезде мүмкін дегенше мына мектеп мен үйіме жақын екен деп бере салғаннан гөрі жан-жағынан сұрастырып, қай мектептің білімі қандай екен, қай мектепте білімі қалай жүріп жатыр екенін біліп барып баланы берген дұрыс деп ойлаймын. Біздің мектебіміздің табындау себебі біздің мектебімізде осы 17 жыл тарихының ішінде көптеген алтын белгімен бітірген оқушыларымыз бар. Ол оқушылардың біразы қазір шет мемлекеттерде жұмыс істеп жатқандар бар. Осы елімізде біраз жерде істеп жатқан оқушыларымыз бар. Оның барлығы сол оқушылардың осы жерде ағайын туғаны бар деп ойлаймын, ата-анасы бар деп ойлаймын. Сол оқушыларымыз оны ата-анасы осы біздің мектебімізде білім бар екенін біледі деп ойлаймын. Сондықтан кеше келіп жатқан ата-анадан сұраған кезінде неге біздің мектебімізді таңдады деген кезде осындай балам оқып шығып жатыр жерде, немесе осы нағашының баласы оқып шығып жатыр, қазір осындай жерде істеп жатыр деп айтып жатқан естідім. Сондықтан оның тағы бір аяғы ретінде біздің мектебімізде осы биылғы оқу жылында Жадыра деген оқушы, 11 сыныптың оқушысы биылғы республикалық олимпиадада мына аймақтық, қалалық барлығын жеңіп, республикалық олимпиадада 3-ші орынды алып отыр. Ондай жеңіс бұл біздің аймақтағы айналамызда мектебімізде жоқ. Ол үлкен жеңіс, ол қызды біз мақтанамыз. Оның бәрі осы біздің мектебімізде сондай қызды, сондай оқушыны тәрбиелей алатын білімді ұстаздардың бар екенін тағы бір айғағы. Оның үстіне осыдан 1 жыл бұрын ұлттың бірыңғай тестте мынау Полатов деген оқушымыз, Самат деген оқушымыз 136 бал алды. Қазақстан бойынша 1-ші орын алып 136 бал алды. Ол да Самат та осы мектепті тәрбие алды, білім алды, осы мектебіміздің түлегі. Ол Болатты да осы Саматты да біздің мектептің мұғалімдері дайындады. Біздің мектебімізде математика болсын, химия, биология болсын, қысқасы барлық пәннен білікті, білімді ұстаздарымыз көп. Енді ол ұстаздарымыз сол балдарды дайындап, бағыт-бағдар бере алады. Енді сонымен қатар биылғы біздің оқу жылында 1-ші класста қабылдайтын біздің мұғалімдеріміздің өздерінің портфолиосын интернетте салып хабарлап отырмыз. Қай мұғалімнің қандай жетістігі бар екенін, қандай оқушылар оқыған екенін. Сондықтан деп ойлаймын, биылғы біздің мектебімізге келіп жатқан 1-ші сынып оқушылардың қарқыны жаман емес. Жалпы балдарын қайда оқытамын деген кезде біздің әлеуметтік желідегі парақшамызда 1-ші сыныпты қабылдайтын ұстаздары туралы дерек толық берілген. Қандай оқуды бітірген, қандай жетістігі бар, қанша сыныпта аяқтатқан, оның барлығын сол жерде көрсетілген. Өткенде ғана сөзіңіз аузында мынау әлеуметтік желіде біздің алдыңғы жылдары бітіріп кеткен түлектеріміз де өздерінің сәлемдемелерін жолдап жатыр. Осы мектепті бітіргендеріне қуанып, осындай түрлі жылы өздерінің сөздерін жолдап жатқан жағдайы бар. Оның бәріне куәміз. Енді келесі сұрақ, жалпы біздің мектебіміз тек қазақ қана емес, ұлттар көп жалпы. Осы ұлттық құрамымыз туралы айтып өтсеңіз. Себебі біздің қаланың шалғай өңірінде орналасқан екен, бізде ұлттарымыз да көп. Біршама. Сол туралы. Біздің мектебімізде осы бірнеше ұлт пен ұлыстың өкілдері бар. Енді атап айтатын болсақ, мына қазақ сыныптарымызда қазақ оқушыларымыз бар. Қазақ, орыс, өзбек, әзербайжан, күрд, кәріс, неміс, қарашай, қарақалпақ, еврей, осындай бірнеше ұлттар оқып жатыр. Дегенмен сол ұлттардың көпшілігі қазақ сыныбында және бізде орыс сыныптарда әрбір параллельде 2-3 сыныптан бар. Жақсы. Енді келесі сұрақ, енді бұл қаланың көпшілік мектептерінде жоқ, бірақ дегенмен бізде осы ерекше оқытуды қажет ететін оқушыларға қандай жағдай жасалған? Ол жалпы түсінікті тілде үйде оқытылатын оқушыларымыз. Біздің мектебімізде ерекше оқытатын балдарға
жағдай жақсы жасалған деп ойлаймын. Енді ерекше оқитын оқушылар болғандықтан оларға міндетті түрде логопед керек, міндетті түрде дефектолог керек, міндетті түрде психолог керек. Біздің мектебімізде логопедтің өзінің арнайы кабинеті бар, дефектологтың өзінің арнайы кабинеті бар, психологтың орнының арнайы кабинеті бар. Оларға қандай құрал жабдықтар керек, жеке жұмыс жасауға кабинетке арналған барлық нелер бар. Сондықтан көп мектептерде жаңағы біреуінде логопед болса, біреуінде дефектолог болмаған, бізде барлығы бар. Сондықтан барлық үйде оқытылатын ерекше оқитын оқушылардың барлығына жағдай жасалған. Оның үстіне екінші инклюзивті балалар деп жатырмыз бізде бір. Ондай балаларымыз бар, бізде жаңағы бір әріптерге тіл келмейтін балалар бар, олардың бәрін жаттықтырып, олардың нәтижелері жаман емес. Көптеген ата-аналар оларға рахмет айтып кетіп қалған. Қанша бала бар бізде қазір? Бізде қазір 10 оқушы қалды. Былтырғы оқу жылында 18 оқушы еді. Былтырғы сол апайлардың жұмысының еңбегінің арқасында 8 оқушымыз кәдімгі инклюзив балаларымыз кәдімгі балалардың қатарына қосылды. Дұрыс. Ал үйде оқытылатын оқушылардың саны? Үйде оқытылатын саны биылғы оқу жылында 37 оқушымыз бар биылғы оқу жылында. Енді оның биылғы 3-еуі 11 сынып бітіреді, Құдай қаласа, 9-ы 5 сынып бітіреді. Енді барлық үйде оқитын оқушыларға мұғалімдер сағаттар бөлініп берілген. Барлығы өздеріне жоспар бекітіліп, әр мұғалім өзіне лайықты сабақтарын беріп жатыр деп ойлаймын. Арнайы ПМК-ның бекіткен бағдарламасы жүргізіледі. Өте жақсы. Келесі сұрақ, жалпы осы мынау оқу жылының барысында осыдан 1-2 жыл бұрын бізде мынау қозғалысты тек қана мынау 90 арасындағы демалыстың кезеңдерінде болып жүр. Енді мынау былтырғы жылдар сол ереже алынып тастады да, қазір оқушылар кез келген уақытта келіп жатады, кез келген уақытта кетіп жатады. Осының әсеріне жалпы бізге келген, кеткен оқушылардың саны қандай болды? Биылғы жылда не себеп оған? Мынау былтырғы заң бойынша әр 90 сайын ауысқан дұрыс еді. Бірақ енді үкіметіміз ата-аналардың жағдайын ойлап көші-қон болуы мүмкін. Мысалы бір жерден екінші жерге көшіп тұрғаннан кейін бала мектепке қатынау қиын болғаннан кейін қайтадан заңды қайта қаралып, биылғы оқу жылынан бастап қалған уақытта балалар мектепте ауыстырылатын болды. Енді бұл жерде айтатын нәрсе, биылғы оқу жылында бізде қыркүйек айында 9-шы, 10-шы, 11-шы сынып оқушылар ішінен үздік оқушыларымыз, мынау басқа мектептерде атап айтпай қайын, ол мектептерде ұбт-ға дайындайды деген деп біздің жақсы қалада мектептерге кетіп қалды біраз оқушыларымыз. Сондағы мен сұрап жатқаным бұл, сонша жыл оқыттық, біз енді оларды жақсы оқыттық. Енді кетіп тура бізге жемісін беретін кезде басқа мектепке ауысып кетіп жатқан бізді қынжылтты. Бірақ сол оқушыларымыздың барлығы жаңа жылдан кейін қайтадан келді. Оның себебі мен сұрадым, не болды қыздарым, неге барып қайтып келіп отырсыңдар? Енді ол жер мектепке барып көрді, қалай дайындайтынын, қандай білім бар екенін көрді. Бірақ олдан гөрі біздің мектептің білімінің кем емес екенін, қарапайым болса да, жай мектеп болса да, кейбір жерлерде артық екенін, біздің мұғалімдердің артық білім беретінін біліп, сол оқушылар қайтадан келді, Құдай қаласа. Қазір өзімізде оқып жатыр. Сондықтан біздің мектебімізде мынау жақсы саналы білім, сапалы тәрбие алу үшін мұғалімдеріміз де, мектебіміздің жағдайы да бәрі қазір жасалынып отыр. Химия, биология, физика барлық комитетке алынған. Бірнеше үйірмелеріміздің бәрі жұмыс істеп жатыр. Жалпы оқимын, білемін деген, білсем деген оқушылардың бәріне біздің мектебімізде толық жағдай бар, маман жетіспейді. Жақсы. Жалпы мынау бүгін өте керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Мынау білмеген кісілерге көптеген мәліметтер берілді. Біздің мектебімізде жалпы жүргізілетін түрлі үйірмелер туралы, бізде жаңағы өзіңіз атап өткен арнайы кабинеттердің өзінің лабораториялық кабинеттері бар, барлығы өзінің деңгейінде жұмыс жасайды. Мұғалімдердің де біліктілігін, сапалық құрамында айтып өттіңіз, оған үлкен рахмет. Енді мынау бізді көріп отқан көрермендерге тағы да бір ауыз айтар өзіңіздің тілегіңіз болса, оны сізге тағы да сөз берейік. Ал құрметті ата-аналар, сіздерге айтарым, биылғы оқу жылында осы бірінші сыныпқа даярлық сыныбына келетін, немесе басқа елді мекеннен осы біздің елді мекенге көшіп келіп жатқан ағайын туғандарыңыз болмаса, осы біздің мектебімізді таңдасын деп оларға ақыл айтсаңыздар болады. Одан сіздер адаспайсыздар. Біздің мектебімізде әрбір оқушыға саналы, сапалы білім беретін ұстаздарымыз жеткілікті. Жақсы.
Жалпы біздің мектебіміз туралы осы біздің қазір көріп отқан каналымызда арнайы мектеп парақшасы бар. Сол парақшасын кішкене зерделеп шығатын болсаңыздар, мектебімізде жасалған барлық жұмыстар, атқарылған барлық іс-шаралар, өткізілген олимпиадалар, біздің оқушыларымыздың жеткен жетістіктер туралы, біздің мұғалімдеріміздің жеткен жетістіктер туралы жалпы толық мәліметті ала аласыздар деп ойлаймыз. Құрметті көрермендер, мінекей бүгін мынау сұхбатымызды аяқтай келе, бүгін біздің студиямызда қонақ болған директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Қабылбек Түймехан Мұсаханұлы болды. Сізге үлкен рахмет. Мінекей алдағы жоспарлаған жұмыстарыңыз орындала берсін. Сіздерге табыс тілейміз. Жақсы, рахмет. Рахмет, жақсы, рахмет, қабылдай берейік.